Сәлем достар, бүгін мен сіздерге осындай керемет болып шығатын жұп-жұмсақ нанның рецептімен бөлісетін боламын. Ең алдымен бізге жылы су, одан кейін сүтімізді құйып аламыз. Кейінгі кезекте 1 пиала май, сары май да қосып жіберсеңіздер болады. Тұз қосамыз көлеміне қарай, және де аштығымызды қосамыз. Осылай барлығын қосып болған соң ұнымызды салып, жақсылап илеп аламыз. Осылай июін қандырып, жұп-жұмсақ етіп илейміз. Илеп болған соң жылы жерге орап, 1-1,5 сағатқа қойып қоямыз ашығанша. Біздің қамырымыз дайын, үлкен болып көтеріліп ашыды, және осыларды бөлікке бөліп аламыз. Осылай төңкеріп, ұнға қолға жабыспайтындай етіп орнатып аламыз. Осылай бірнеше бөліктерге бөліп, оның бетін 15 минутқа жауып қоямыз. 15 минуттан кейін бізде осылай жақсылап көтеріліп шығады, және де оны табамызға дөңгелек етіп, әдемілеп жайып аламыз. Мен екі шетін осылай қалдырдым. Осылай қалдырғаннан кейін шетін қолымыздың көмегімен осылай екі бас бармағымызбен өрілген сияқты қысып шығамыз, және де үстін шеткімен басып аламыз. Жұмыртқамызды жағамыз. Әдемі қып-қызыл болып қызару үшін жұмыртқамызды жағып болған соң бетіне күнжіт сеуеміз. Күнжіт сеуіп болған соң пешімізді қыздырып қоямыз. Осылай қызып тұрған пешімізге салып қызарғанша пісіріп аламыз. Мінекей біздің нандарымыз дайын, өте жұмсақ, дәмі де керемет болып шықты. Сіздерге де жасап көруге кеңес беремін. Осылай әртүрлі нан пісіріп, үйдегілерді қуантып, қонақтарға ұсынсаңыздар болады. Видео ұнаса маған тіркеліп лайк басып кетіңіздер.